Ал біз съемка келдік, съемка барысындамыз, қазір түсіріп жатырмыз. Қасында Аян бар, міне. Барлығына сәлем, күшті видео шығайын деп жатыр. Бүгін кешкі сағат ровно 7-де, 19:00 7-де ең күшті комментарий жазған адамға мен атынан 2000 теңге так что. Аян аямай ақша берейін деп жатырмын. Бізге және көмектесіп осы видеоны мощный, качественно түсіріп беретін ол бір ғана жамыр, ол бізде Нуриман. Қалайсыздар? Бұл кісі енді бұл кісі сонда скромный жігіт енді, бірақ өзінің жұмысын біледі да. Көп сөйлемейді, но іспен дәлелдейді ғой. Барлықтарыңызды күтеміз, 19:00-де рилс саламыз. Аян да салады, мен де саламын. Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Білесіздер, мен осыған дейін бірнеше рет сіздерге Айдана ханым туралы айтқан болатынмын. Енді егер де өмірлеріңізде бір шешілмей жатқан сұрақтар болатын болса, білмеймін, үй сата алмай жүрген болсаңыздар, машина сата алмай жүрген болсаңыздар, сіздерге кәдімгідей көмектеседі. Одан бөлек, егер бір өздеріңіздің екінші жартыларыңызбен ұрсып қалған болсаңыздар, араларыңызда бір түсініспеушіліктер болып қалған болса, осы кісіге жазсаңыздар болады. Ешқандай да ұялып қажет емес, міндетті түрде сіздерге аккаунттан қалдырып кетемін. Негізі білуімше осы Айдана ханымның атынан бірнеше фейк аккаунт ашқан жандар да бар екен. Сондықтан да мен қалдырған аккаунтқа ғана жазыңыздар. Осы аккаунтта сіздерге жауап беретін болады. Бағасы, яғни қызмет беру бағасы өте тиімді, сондықтан осы кісіге жазсаңыздар болады. Ал, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бізден де сұхбат алатын жағдайға жетіп қалыппыз. Аллаға шүкір. Сұхбатқа келіп қалдым. Қазір қандай сұрақ болады, не сұрақ болатынын пока білмеймін, бірақ барлығы шынайы түрде болады. Любимый зат ғой ол қаймақ. Ауыл десең бір жақсы кәдімгідей сиырдың сүтімен шай ішіп, вайбы бөлек қой бұл жақтың енді. Конечно. Иісі де прям күшті. Қаймақ салып кеткен сол. Қаймақ тәтті, мен де үйретті қаймаққа. Достар, қалыңыздар, қалдарыңыз қалай? Бізді іздеп жатқан жандарға, біздер ауылға келіп қалдық. Ауылдың үйсінай. Бірақ кешке бұйырса қалада боламыз. Қалада Сорпа ресторанында романтикалық кеш болады. Ол жерде Нұрлан Сатыбалды ән айтатын болады. Және билет құны небәрі 1000 теңге. Орындарыңызды алып үлгеріңіздер. Кешке бұйырса сол романтикалық кеш, қазір ауылда бір-екі шаруаларымыз бек. Так, қыстық дөңгелектер кигізіп жатырмын, өйткені таразға жолға шығамын. Қайтарда қар жауып кетемін деп қорқып жатырмын. Қыстық дөңгелектер бәрін жуып шайып, пакеттерін бәрін тазалап қойғам. Бақадыр бар қасымда. Көмекке шақырып алдым. Өзіміз қалай болып жатырмық.